Мен әрдайым өзім қолданатын осы аламан өнімдерін сіздерге де ұсынар едім. Аламан өнімін қолданатын сарбаздарымыздың саны артып келеді. Ендігі жерде нағыз ерлерге арналған күш пен қуатты толыстыратын өнімдерімізді. Профи-бокстағы жолын енді бастап келе жатқан Бауыржан Бекмұрзаев та қажетіне жарата бастады. 7 кездесуде жеңілмей келе жатқан талантты боксшы әлі әлемдік рейтингтерде атой салуға дайын. Ал тұрақты тұтынушыға айналған Саламат Есбулаев американдық ПФЛ лигасының жауынгері атанды. Ендігі жерде жарқын файтер аламанның күшін жаһандық аренада паш етуге құлшынып отыр. Саламаттың әлемді шеберлігімен тәнті ететіндігіне сенім мол. Тек қана табиғи қоспалармен жасалынатын біздің өнімдер қазірдің өзінде мыңдаған адамдарға көмектесті. Сіз де қалыс қалмай аламанның алдыңғы қатарындағы сарбаздарына қосылыңыз. Хабарласыңыз, қалыс қалмаңыз. Ассалаумағалейкум. Қалдарыңыз қалай, қадірменділер? Артық сұрақтар болмау үшін бірден Жәнібекке қатысты қысқа ақпаратты жеткізе кетейін. Алдын ала айтылғандай 8 қаңтар күні Америкада оның Б сынамасы ашылды. Біздің боксшының өкілдері бұл процедураға тікелей қатысты. Сынама алынған ыдыс еш бөлінбеген, пломбалары өз орында. Бұған біздің тарап көз жеткізіпті. Сосын сынаманы зертханаға жөнелтті. Ол жақта енді зерттеледі, ал қорытындысын 19 қаңтар күні айтады екен. Мұндай істің қалай жүретінін біз білмейміз ғой, сондықтан ВАДА жақты қаралай бермейік. Әдейі созып жатыр, өйтті, бүйтті деген түрлі болжамдарыңыз жай далбаса әңгіме. Әдеппен ақырын күтейік. Бәрі дұрыс болсын деген тілек қана бізде бар. Ал Б сынамасының оң нәтиже көрсетпесіне мүмкіндік мүлде аз. Дегенмен таңғажайыптар болады. Ұстап отырған әлсіз үмітіміз осы ғана. Болды. Бұл тақырыпқа қатысты детальді ақпарат шыққанда ғана кеңінен айтамын. Ал әзірге мен өткен аптаның басты оқиғасына ауысамын. Бокстан Қазақстан ұлттық құрамасы хақында. Сенбі күні бас бапкеріміз ауысты. Қайрат Сатчанов ресми түрде жұмысымен қош айтысты. Оның орнына Нұржан Насанов тағайындалды. Дәл қазір сәтте бұл жаңалық маңында түрлі әңгімелер айтылып жүр. Кейбіреулері аталмыш қадамды дұрыс десе, тағы бір тарап сұмдық қателік деп айқайлауда. Ал енді осы іске қатысты мен де бір тиын ойымды қоса кетейін. Ұлттық құраманың ішінде болмасам да, команда туралы арнада тұрақты түрде айтып келемін. Оны білесіздер. Жалпы Париж олимпиадасынан кейін федерацияда ауыс түйіс басталғанын баршамызға белгілі. Құраманы ұзақ жылдар бойы жаттықтырған Мырзағали Айтжанов кеткен. Орнына сосын Қайрат Сатчанов тағайындалған. Сатчанов олимпиадаға дейін де қысқа мерзімде еліміздің үздік боксшыларын басқарған болатын. Кейін бәрібір Айтжанов өз орнына келген. Міне, сол Қайрат аға бас бапкер болғалы бері 1 жылдан аса уақыт өтіп кетіпті. Командамыз барынша жаңарды, өзгерді. Жастарды қатарға көптеп қосу деген арманымыз да шетінен орындала бастаған. Былтыр құрама 2 әлем чемпионатына қатысты. Екеуінде де толағай табыстармен оралып жүрді. Әрине, осындай сәттілік тұсында Сәтчановты кетірді деп ренжитіндердікі де жөн. Сырттан қарағанда солай көрінеді. Дегенмен түйткілді мәселелер бар. Бірден айтайын, 2024 жылы Сәтчанов бас бапкер болып бекітілгенде реніш білдіргендердің бірі менмін. Өйткені басынан ақ мен бұл позицияда тегеурінді, сәл асау мінезі бар, темірдей тәртіпті туғып ұстайтын маман керек дегенмін. Сәтчановтың шеберлігіне, білікті бапкер екеніне ешқандай күмән жоқ. Бірақ бұл кісі тым ие жұмсақ адамдай көрінген. Аса мәдениетті. Жаттық жұмыстарында ерінгендерге оның ақыра айқайлап, қақырата сөйлей алатын адам ретінде елестете алмағанмын. Түбі солай болды ғой деймін. Біздің құрамадағы жұлдыз ауруына шалдыққан көптеген боксшыларды тәртіп тезіне салу оңай нәрсе емес. Оларды тізгіндеп ұстау үшін радикалды шешімдерге де бара алатын батыл маман керек ау. Міне, маман ауыстырудағы басты бір фактор осы болған сынды. Тағы бір қоса кетерлігі, бұл шешім ортақ мәміле арқылы жасалынды. Ескі бас бапкер көшеде қалмайды. Әлде қазақ боксының дамуына өз үлесін қоса бермек. Осы салада қалады. Лауазымды қызметке барады. Бұдан бөлек федерация Қайрат Сатчановтың еңбегін, ерлігін ескере келе астына көлік, басына баспана сыйлады. Міне осылайша Сатчановтың құрамадағы кезекті кезеңіне нүкте қойылды. Кім біледі, болашақта бұл кісі бір айналып тағы да соғатын шығар басты командаға. Бұны да ешкім жоққа шығарған жоқ. Ал енді жаңа бас бапкер Нұржан Насанов туралы. Қазақ боксындағы қарабайыр мамандардың бірі, әлемге Санжар Ташкенбай секілді талантты сыйлаған. Бала кезінен тәрбиелеп, қазіргі деңгейге жеткізді. Жаман нәтижеме менімше жақсы. Оның кандидатурасын қарастыруда да жіті анализ жасалған анық нәрсе. Әйтпесе кезекті олимпиада циклы басталған шақта кім көрінгенді алып келіп, қонжита салатын федерация басшыларының бас екеу емес қой. Көз алдарында жүрген көптеген мамандар арасынан тура осы азаматқа таңдаудың түсуі де бекер емес.
Санжар Ташкенбай 2 дүркін әлем чемпионы, Азия чемпионы, бірақ мұншама табысқа кенелсе де, аяқ астындағы жерді нық сезініп жүр. Басқа чемпиондар секілді жер сезе алмай, жұлдызды ауруға шалдыққанын көрмедік. Жастардан келгелі бер байқаймын. Аса өзгермеді. Өйткені ол әлі Олимпиада чемпионы емес екенін біледі. Ал бұл бірінші ретте жеке бапкердің еңбегі. Демек, Насановтың бойында есімді боксшыларда психологиялық тұрғыдан тонуста ұстап тұра алатын қасиет бар. Енді басқаларда осылай басқаратын болса, онда көш түзелгенін деп есептеуге болады. Бұл біріншісі. Ал екіншісі, ол жаңа есім ретінде қабылданады қоғам тарапынан. Бұрыннан бері құрамада жүргенмен есім алысқа кетпеген. Соңғы жылдары басты команда дегенде айналасы 2-3 адамнан аса алмайтынбыз. Айтжанов, Сатчановтарға Сәрсекбаевты мен қосып жүретімін. Енді міне Насанов келді. Бұл бапкердің иығына артылған жүк ауыр. Алда Азия чемпионаты келе жатыр. Одан қалды Азия ойындары бар. Оған дейін бұл маманның еңбегін біз бағалай алмаймыз. Ненің қате, ненің дұрыс екенін тек уақыт қана көрсетіп бере алады. Сондықтан сыншыларға сәл күте тұрыңыздар дегім келеді. Ал көңілден шықпайтын болса, алғаш болып тап беретін мен боламын. Төлді көктемде санайды деуші ме еді? Дәл қазір бізге сабырмен күтуден басқа еш нәрсе керек емес. Енді Сәрсекбаевқа қатысты. Бақыт жастар құрамасының толыққанды бас бапкері болып бекітілді. Бұл жерде енді мақтанып та қояйын. Менің де үлесім бар деп айта аламын. Оның кандидатурасын 2020 жылдан бері тоқтамай айтып келемін. Былтыр оған экспериментальда команданы берген. Қысқа мерзім болды бұл. Маманның жұмысына әзірге толық баға бере алмаймын. Ал енді байқайтын боламыз. Жастармен жетістікке жетіп жатса, келесі ұлттық құраманың бас бапкері сол болады. Мұнда мен ішінде жүк бар. Мақтауын жеткізе айтқан соң, сенім үдесінен шықса екен дейсің. Бапкерлік бұл қоғам алдындағы жауапты жұмыс. Оны жанұялық бизнеске айналдыруға болмайды. Таныс тамыр қатын қалаш жүретін жер емес бұл. Осыны бәрі ұғынуы керек. Әзірге айтарым осы ғана. Насановқа да, Сәрсекбаевқа да ел игілігі жолындағы жауапты жұмыста тек сәттілік тілеймін. Бұйырса қазақ боксының әлемді билеп төстейтін кезеңін көрейік. Бейне материал ұнады ма? Онда лайк басыңыз, пікір қалдырыңыз. Бұл біз үшін маңызды. Арнаға жазылып қоңыраушаны бас қойсаңыздар, соңғы жаңалықтарды бірден біліп отырасыздар. Уақытта тамашалағандарың үшін рахмет. Қазақ батырларының жеңісті жорықтары молынан болсын.